Ең біріншіден Армат Ғимранұлына осы көрмені Батыс Фест агрофестиваль 2025-тің ұйымдастырушысы үлкен алғысымызды білдіреміз. Себебі осындай ауқымды шара жасау, ақбас бұқаларын жинап сайыс өткізу бұл үлкен жұмыс. Осы жылы осы көрме 3-ші жыл өткізіліп жатыр. 3-ші жылы ақбас бұқалар осы қатысуда. Басың көбі кілең ақбас бұқалар. 25-тің үстінде бұқалар бар. 5 шаруашылық алып келді. Соның 18 айдан санатқа дейін бірінші санатта болды. 18 айдан жоғарыға екінші санат. Сол 18 айдан жоғарғы санатта Қорған атты Ілбішін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұқасы чемпион атанды. Бас жүлде автокөлік ұтып алды. Бұның бәрі біздің палатымыздың, біздің жұмысы. Қала берді Ілбішін серіктестігі, Ілбішін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлерінің жұмысы. Бүгінгі таңда мен сізге айта кетейін, республика бойынша 1053 палата мүшелері бар, оның 660 мың ірі қара малы бар. Одан да әлі өсуі ықтималымыз бар. Соған бір мақсат қойып жатырмыз. Неғұрлым көп палатаға мүшелер шақыртып, соғұрлым малды көбейту, бас санын көбейту. Ең бастысы сапаға жұмыс жасауымызды мақсат қойып жатырмыз. Үлкен рахмет.